Ер төстік. Ерте заманда Ерназар деген кісі өмір сүріпті. Ол қора толған қойы, матау толған түйесі, өріс толған жылқылары бар, бай болыпты. Ерназардың 8 ұлы бар екен. Бір жылы үлкен жұт болып, ел малын алысқа, отарға айдап кетіпті. Ерназардың 8 ұлы да солармен бірге кетіп, кемпірі екеуі бір қыстың азығын алып, үйінде қалыпты. Олар сол кеткеннен мол кетеді. Айлар өтеді, келмейді. Жылдар өтеді, келмейді. Ерназардың азығы таусылып, ашығады. Жеуге тамақ таппайды. Кемпірі екеуінің әлі құрып, орнынан әрең тұратын халге жетеді. Бір күні кешке жақын, кемпір төсегінен тұрып, үйінің түндігін ашады. Тұруға мұршасы келмей жатқан шал, шаңырақтың күлдіреуішінде керілі тұрған кер биенің төстігіне көзі түседі. Ерназар қуанып есі шыға. Кемпір сүйінші, керілі тұрған кер биенің төстігі майлы көрінеді. Бол, жылдама асып жіберші, дейді. Сөйтіп, төстікті қазанға салып, асып жеп, шал мен кемпір әлденіп алады. Ұзамай кемпір жүкті болыпты. Мезгілі жетіп, ұл туады. Төстік жеген соң біткен бала деп, оның атын төстік қояды. Төстік ерекше бала болып өседі. Бір айда 1 жастағы, 3 айда 3 жастағы баладай, 1 жылда 15-тегі жасөспірімдей болып, 2 жасында алысқан кісілерін алып ұратын, алып бала болады. Садақ тартып үйренеді. Тартқан садағын 9 қабат кетпеннен өткізеді. Аң аулап, құс атып, қарт әке-шешесін асырайды. Төстік бір күні ауылдың ішінде отырған тарғақты садақпен тартып қалады. Садақ тарғақтың қанатын үзіп кетеді. Тарғақ жығылмай, бір қанатын сабалап қаша береді. Төстік ұстаймын деп қуа жөнеледі. Сөйтіп жүргенде, тарғақ бір кемпірдің өрмегінің үстінен қарғып өтеді. Қуып келе жатқан төстік те өрмектен секіреді. Алайда, төстіктің бір бақайы өрмекті іліп кетіп, өрмектің біраз жібі үзіліп қалады. Өрмекті оқып отырған кемпір: Алда ғана көк шешек-ай, өрмегімді үзіп кеттін-ау. Ертеден қара кешке дейін бүйтіп жар қуалап торғай атқанша тентіреп жүрген 8 ағанды тауып алсаң етті, деп қарғап-сілейді. Төстік кемпірге жауап бере алмай, оның сөзіне қатты қорланады. Әсіресе, тентіреп кеткен 8 ағаң деген сөз оған қатты тиеді. Төстік бұрын ағалары барын естімегенді. Әке-шешесі оны төстікке айтпаған еді. Кемпірге сөз қайыра алмаған төстік жүгірген бетімен үйіне келеді. Атып әкелген құстарын лақтырып тастап, отыра кетеді. Баласының ашылу түрін көрген шешесі: «Саған не болды? Кіммен жанжалдастың?» деп сұрайды. Төстік кемпірдің айтқандарын шешесіне айтып береді. Ағаларым қайда? Неге келмейді? Мен оларды іздеп тауып әкелемін, дейді. Шешесі: «Қақпас кемпір өтірік айтады. Сенің ағаларың болған жоқ. Оның сөзіне сенбе», деп төстікті сендіріп қояды. Тағы бір күні төстік асық ойнап жүріп, әлгі кемпірдің жалғыз баласын жұдырығымен қойып қалғанда, бала өліп қалады. Кемпір төстікті бұрынғыдан да жаман қарғап-сілейді. Қыршынынан қиылғыр төстік, менің жалғыз балама әлің жеткенше, айдалада тентіреп өлген 8 ағаңның құраған сүйегін тауып алсаңшы, дейді. Кемпірдің сөзі төстікке ой салады. Шешесінен бұл туралы тағы сұрағанда, шешесі: «8 ағаңның бары рас. Жұрт жылы кетіп еді, содан қайтқан жоқ. Қайда жүргендерін де білмейміз», деп жауап береді. Төстік ағаларын іздеу қамына кіріседі. Кемпір шалға біраз уақытқа жететіндей етіп, аң-құстың етін қақтап, үйіп береді де жолға шығады. Беліне садақ байлап, қолына темір таяқ алады, аяғына темір етік киеді. Ай жүреді, жыл жүреді, талай елді,
талай жерді аралайды. Жолдасы да, азығы да, садағы. Жолында кездескен кез келген аңдатып, жеп отырады. Темір етіктен теңгедей, темір таяқтан тебендей қалғанда, алсан сағым көтерген бел көрінеді. Өлдім, талдым дегенде, белге шықса, қарауытқан қалың жылқы, жылқының ар жағынан ел көрінеді. Жылқыға келсе, жылқының ішінде тігулі тұрған қара қос тұр. Қосқа кірсе, асулы мосы, ілеулі бақыр тұр. Бақырдың іші піскен етке толы екен. Төстік етке тойып алады да, елге қарай жүреді. Төстіктің келген елі ас беріп жатыр екен. Ағаларымды осы астан іздеп көрейін. Деп, асқа тігілген қалың үйді жағалай, қыдыра бастайды. Арықтаған, азған, киімі жыртық-жыртық төстікті ешкім елемейді. Жаяу жүрген адамды кім білсін? Сөйтіп келе жатса, табақшылар бір кезде Ерназардың сегізіне тарт, Ерназардың сегізіне тарт, деп шуылдасып жүр екен. Ерназардың сегізін көрейін деп үйге кірмек болса, табақшылар төстіктің кейін қарай сүйреп қақпалай береді. Қайыршы неме, әлі етке тоймадың ба? Деп жекіріп ұрсады. Төстік оған шыдамай, табақшының біреуін жұдырықпен қойып қалып, мұрттай түсіреді. Жұрт жиналып қалады. Кім керек? Неғып жүрген адамсың? Деп төстіктен жөн сұрайды. Төстік: маған Ерназардың сегізі керек. Адасып кеткен 8 ағамды іздеп жүрмін, дейді. Сол арада Ерназардың 8-і жөн сұрасып, төстікпен жылап-сықтап көріседі. Ерназардың 8-і елден адасқаннан кейін жұттан қалған жалғыз күрең биені бағып, содан көп жылқы өсірген екен. Бағанағы көп жылқы соларды кейкен. Төстіктен елінің жөнін білген соң, олар да қайтпақ болады. 9-ы 9 жағынан шығып, қалың жылқыны айдай бастайды. Бірақ жылқы ұйлығып, бір жақты бет алып, жүре алмайды. Қанша айдаса да серпіліп, алғашқы айдаған жеріне қайтып келе береді. 9-ы жылқыны неше күн айдайды. Ақырында жүргізе алмай жалығады. Бір күні төстік мынадай айла табады. Барлық жылқының басы күрең биені ұстап алып, жылқының ортасындағы бір дөңге шығады. Биені жығып, 4 буады да, құл бұрау салып, тақымын бұрайды. Тақымы бұралған бие қатты шыңғырады. Биенің шыңғырған даусына шорқырасып қалың жылқы жиналады. Жылқы әбден жиналып болдау деген кезде, төстік биені тұрғызып алады да, жетектей жөнеледі. Сонда қалың жылқы өз беттерімен бұлардың соңынан шұбай береді. Енді ешқайсысы да жылқы айдап әлек болмайды. Күрең биені жетектеп жүреді де отырады. Қалың жылқы шұбырып ереді де отырады. Судың тұнығын іше-іше, шөптің сонысын жей-жей, талай асқардан асып, талай шөлді басып, төстігі бастап, Ерназардың 8-і аман-есен елдеріне келеді. Балалары аман-есен келген соң, Ерназар ел жиып, той қылады. Түйеден бура, жылқыдан айғыр, ту бие, қойдан қошқар, құнан қой сойып, қымызын көлдей, етін таудай қылып қояды. Ақсақал қарасақалын түгел разы қылады. Той тырқағаннан кейін Ерназар 9 ұлын аяқтандыру қамына кіріседі. 9-на 9 келіншек іздейді. Келінінің 9-ын бір үйден таппақ болып, ел қыдырады. Көп елді аралайды. Бірақ Ерназар ойлағандай, 9 қыз бір үйден табылмайды. Сөйтіп, Ерназар күдерін үзіп келе жатса, алдынан бір ауыл көрінеді. Ауылдың ортасындағы үлкен бір қоңыр үйдің тұсына келіп, мейман екенін білдіреді. Үйге кірсе, керегенің басында 8 сырға ілулі тұр екен. Соны көрген Ерназар еңкілдеп жылай бастайды. Үйдің бәйбішесі Ерназардан: «Неге жыладың?» деп сұрайды. Жылаған себебім 9 ұлым бар. Соған 9 келіншек іздеп жүредім. 9 ұлымның бір әке шешеден туған сияқты, 9 келінімнің де
бір әке шешеден туғанын қалап едім. Керегенің басындағы көп сырғаны көргенде, тілегіме жеттім ғой деп қуанып қалып едім. Санасам, біреуі кем екен, соған жылап отырмын. Дейді Ерназар. Ендеше жылама, тағы біреу бар, әне тұр. Деп, бәйбіше тұспақаннан тағы бір сырғаны алып келеді. Кенжекейімнің сырғасы еді. Мұны 8 қызымның сырғасына араластырмаймын. Ана қыздарым бір төбе, кенжекейім бір төбе. Сондықтан кенжекейімнің сырғасы олардыкінен бір бөлік тұрады. Деп, сырғаны қайтадан орнына іліп қояды. Ерназар оған. Сенің 8 қызың бір төбе, кенжекейің бір төбе болса, менің 8 ұлым бір төбе, төстігім бір төбе еді. Кенжекейің төстігімдікі болсын. Дейді. Сөйтіп, Ерназар 9 қызға құда түсіп қайтады. Ерназар келіндерін алып қайтуға 9 ұлымен сапарға шығады. Жолда бұларға перінің қызы Бекторы кездесіп, ол төстікті көріп, ғашық болып қалады. Бекторы төстікті кенжекейден айырып алмаққа бел байлайды. Ерназар 9 ұлмен кенжекейдің ауылына барып, көп уақыт жатады. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, келіндерін алып еліне қайтпақшы болады. Кенжекейдің әкесі қыздарына түгел енші беріп, көп жасаумен ұзатады. Сонда Кенжекей әкесінің берген еншісіне мінгізген ат, арттырған түйе, тарттырған жасауына разы болмайды. Әке маған жылқыдан шалқұйрық атты берсін, жасаудан ақсырмалды сауытты берсін, түйеден құба інгенді берсін, дейді. Кенжекейдің әкесі қызына ашуланып, кісі жіберіп, Қызыма айта бар, Ерназардың байлығы оған жетеді. Шалқұйрық атты сұраған несі? Шалқұйрық жылқымның құты. Құтқа қыз ие болған жер бар ма екен? Құбанген түйемнің басы. Түйемнің басын сұраған несі? Қызда ондай түйе артар бар ма екен? Ақсырмалды сауыт атадан ұлға қалатын мұра. Мені қызым қубас дегені ме? Қызым үйтіп жаулығын білдірмесін, дейді. Кенжекей әкесіне қайта кісі салып, шалқұйрықты сұрағаным, ерге лайық ат еді, ер мінсін деп едім. Құбангенді сұрағаным, ер қосын арсын деп едім. Ақсырмалды сауытты сұрағаным, ер төстік ер еді, сол ер кисін деп едім, депті. Әкесі Кенжекейдің сөзінен жеңіліп, сұрағандарын беріп, Қызыма сәлем айт. Сорғыдықтың басына көшін қондырмасын. Қондырса кесір болады. Деп, сәлем айтыпты. Сонымен Ерназар келіндерін алып жолға шығады. Бір күні көші жар басына түгілі тұрған жарты лашыққа кездеседі. Бұл перінің қызы Бекторының лашығы екен. Көш тұсынан өтіп бара жатқан кезде, лашығынан шығып, шайқақтап, перінің қызы Бекторы былай дейді. Сүйген жарың ертістік, құтты болсын Кенжекей. Мінгенде атның шалқұйрық, құтты болсын Кенжекей. Артқанда түйен құба інген, құтты болсын Кенжекей. Кигенде сауытың ақсырмал, құтты болсын Кенжекей. Жар басыңда демесең, жарты лашық демесең, біздің үйге түсекет, көбікті сауылмал ішекет, дейді. Перінің қызы Бекторының тиісе сөйлегенін жақтырмай, Кенжекей мынадай жауап қайтарады. Перінің қызы Бекторы, жайпау сөзің қой торы. Сүйгенде жарым ер төстік, өз жарымды сүйемін. Мінгенде атым шалқұйрық, өз атымды мінемін. Артқанда түйем құбанген, өз түйеме артамын. Кигенде сауытым ақсырмал, өз сауытым киемін. Жар басында демеймін, жарты лашық демеймін. Қайтсең дейіне түспеймін, бал берсең де ішпеймін. Перінің қызы Бекторы, шайпау сөзің қой торы. Осылай деп, Бекторының бетін қайтарып тастайды. Қап бәлем, сені ме Кенжекей? Деп, Бекторы тісін қайрап қала берді. Көш бетімен тарта береді. Бір күні сорқұдықтың басына келіп жетеді. Кенжекей атасына кісі жіберіп, атам бұл құдыққа қонбасын, ырымы жаман жер, деп айтқызады. Келінім келмей жатып, менің қонысымды билейін деген екен.
деп Ерназар тыңдамастан әлгі жерге қонады. Көш қонысымен Кенжекей басқа келіндерінен бұрын үй тігіп жіберіп, атасын қонақ қылады. Кенжекейдің аяулы екенін Ерназар сол арада біледі. Келінім ақылды екен, тілін бекер алмаған екен. Деп өкінеді. Сол күні тұман болады. Кенжекей өз әкесінің айтқаны ойына түсіп, кірпігін ілмей жатады. Ерте тұрып қараса, Құба інген жоқ. Құба інген жоқ, деп атасына хабар береді. Ерназар ат ерттеп мініп, Құба інгенді айнала қарап жүрсе, анадай жерде тұрған Құба інгенді көреді. Қасына келсе, бұйдасы бір көкпекке оралып қалған екен. Жанында бір тал бар екен. Талдың түбінде бір жарбиған жаман кемпір отыр. Шеше, ана түйенің бұйдасына қол жалғап жіберші, дейді Ерназар. Кемпір сонда: Тұрсам отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын, шырағым. Әперуге әлім жоқ, нашар адаммын. деп мүләйімсиді. Кемпірдің сөзінен анып, бұйданы іліп алайын деп еңкейе бергенде, Ерназарды кемпір екең шап беріп жағадан ала кетеді. Ерназарда тапжылуға шама жоқ. Олай-бұлай жұлқынып байқап еді, болатын көрінбейді. Кемпір қысып әкетіп барады. Ерназардың мойны үзіліп, буынып, шыбын жаны шығып барады. Ерназардың қоя бер дегеніне кемпір қоя қоймады. Өлетін болған соң Ерназар жалына бастады. Ағарған сақал, шашым бар, қартайып келген жасым бар. 9 келінімді жаңа ғана түсіріп, жаңа ғана қызығын көрейін деп отырмын. Қоя бермен, шешежан, дейді. Жоқ. Деп кемпір қысып қояды. Ерназардың жаны шығып кете жаздайды. 9 келін түсіріп, елдей көшіп келемін. Толып жатқан жасаудан тойғаныңша беремін. Босат мен, шешетай, дейді. Жоқ. Деп кемпір қысып қояды. Ерназардың жаны шығып барады. Оған разы болмасаң, тоғай, толған ойым бар. Қаншалатын ойың бар. Босат мен, шешетай, дейді. Жоқ. Деп кемпір одан сайын қыса кетеді. Ерназардың жанына бата түседі. Оған разы болмасаң, сауысқандай сақтығы, жұмыртқадай ақтығы, желбіреген желегі жаңа түсіп келеді. 8-нен 1 дана, ақласқан ол дана, кіші келінім Кенжекей, ода болсын сенікі, бір Әділжан менікі, жіберші мені, шешеке, дейді. Жоқ. Деп кемпір одан сайын қысады. Ерназардың жаны шығып кете жаздайды. Оған разы болмасаң, сойылдай 8 ұлым бар. Менде қандай құның бар, ода болсын сенікі, бір Әділжан менікі, жібере көр, шешеке, дейді. Жоқ. Деп кемпір қысыңқырап жүргенде, Ерназардың жаны мұрнының ұшына келіп, өлуге азақ қалады. Оған разы болмасаң, атамасым атайын, 8-нен 1 бөлек, жалғызымда қуат боп, жаяуымда қанат боп, пана болған бір кезде, ер төстігім енгенжем, ода болсын сенікі, бір Әділжан менікі, жіберші мен, шешеке, Дегенде кемпірдің қолы босап сала береді. Төстікті маған қалай бересің? Деп сұрайды кемпір. Оған Ерназар айтады. Менің қалтамда төстіктің садағының ұшын шығаратын егеуі бар. Төстік онсыз жүр алмайды. Мен соны осы араға тастап кетейін. Төстік іздеп келеді, сонда өзің ұстап ал. Кенжекей мұның бәрін сырттай бақылап тұрады. Ерназар Құба інгенді алып қайтып келеді. Көш жөнеледі. Бірнеше күн көшеді. Төстік түнде отауына кірейін десе, отауы ылғи берік болады. Бір күні төстік жеңгелерін алып, отауына кіреді. Төсегіне жатып еді Кенжекей болат кездіктің сабын төстіктің жүрегіне тіреп, үш жағын өз жүрегіне қояды. Қозғалмай жат, қозғалсаң, екеуміз де жарыламыз, дейді. Төстік мұның себебін сұрайды. Кенжекей: әкең сені Бекторының жалмауызына беріп кеткен. Сен менікі емессің. Жалмауыздан бір жола құтылып кел, дейді. Әкем мені жалмауызға неге береді? Дейді ол. Кенжекей: сенбесең,
әкеңнен егеуіңді сұрап көрші, дейді. Ертеңіне ертемен тұрып, төстік. Егеуімді берш, әке. Мына жақта киік жүр екен. Садағымның ұшын шығарайын деп едім, дейді. Ерназар сасыңқырап қалып, қорбаңдап, кісесін қараған болады да. Қап әттеген-ай, қалып қойған екен. Түнеугі сорғұдықтың басында Құбангенді іздеп барғанда бір талдың түбіне түсіп, ат шалдырып едім. Егеуің сонда түсіп қалған екен ғой, дейді. Сонымен төстік егеуін іздемек болады. Егеуінің қалған жері неше күндік алыс жол. Ерназардың айтуымен, төстік егеуін іздеуге 6 аяқты ала атты, 7 аяқты жирен атты мінбек болады. Төстік жылқыдан 6 аяқты ала атты мініп, 7 аяқты жирен атты жетегіне алып келе жатқанда, алдынан кенжекей шығып, мынаны айтады. Сорқұдықтың басына сорға бола қонды атам, жалмауызға жалғызын жаннан қорғып берді атам. Жүретұғын жолында құлан өтпес шөлі бар, оны да басып өтесің, қыран өтпес қия бар, оны да басып өтесің. 6 аяқты алатын қулық бие құлыны табанына тас батса, маңдайынан күн өтсе, 6 күнге жарамас. 7 аяқты жиренің табанына тас батса, маңдайынан күн өтсе, 7 күнге жарамас. Сан жорғаны алмадым, ер аты деп таңдадым. Айыл тұрман әбзерін ертеден бастап сайладым. Төстік саған арнадым. Жаб емес қазанат, ер серігі қолғанат, шал құйрықты мін төстік. Сан жасауын алмадым, саған бола таңдадым. Ақсыр малдай сауыты осы жолға ки төстік, деп зарлайды. Төстік кенжекейдің тілін алып, шал құйрық атты мінетін болады. Жылқыдан шал құйрықты ұстап әкелуге кісі жіберсе, барған кісіге шал құйрық ат ұстатпайды. Алдына келгенін тістеп, артына келгенін теуіп, маңайына жан жуытпайды. Шал құйрықты ұстауға төстіктің өзі келеді. Шал құйрық төстіктен қашпайды. Оған өзі келеді. Қолын созса, тырп етпей тұрып, жүгенге басын өзі ұсынады. Төстік жүрерде кенжекей Құбан енді бураға шөгереді. Не төстік өлді деген күні ботала, не төстік келді деген күні ботала, деп серт қылады. Өзі белін 12 құлаш торғын орамалмен тартады. Не төстік өлді деген күні шешіл, не төстік келді деген күні шешіл, деп серт қылады. Төстік жолға шығады. Ол ауылынан ұзап шыққан соң, шал құйрық атқа тіл бітеді. Төстік батыр, енді екеуміздің жанымыз бір. Қандай пәле болса да бірдей көреміз. Менің мына айтқан сөздерім есіңде болсын. Егеуіңнің қасында жалмауыз кемпір сені күтіп отыр. Сен егеуіңді ала бергенде ұстап алмақ. Егеуге жақындаған кезде кемпірді алдайтын бір ақыл тауып ал. Кемпір алдана бергенде мен бетегеден биік жусаннан аласа бола қалайын. Сол кезде сен егеуді алып ал да жөнел. Артыңа қараушы болма, дейді. Көп уақыт жол жүріп, төстік егеу жатқан жерге келеді. Келсе, егеудің қасында кемпір отыр. Ер төстік жақындай түсіп: шеше, артыңдағы қыздардың бәрі өзіңдікі ме? дейді. Сонда кемпір артына жалт қарайды. Сол мезгілде шал құйрық бетегеден биік жусаннан аласа бола қалады. Төстік егеуді іліп ала жөнеледі. Сонда кемпір: Сен бе едің төстік алдаған? Сені ме, төстік қап бәлем, деп тамағы қырылдап, өкпесі сырылдап, шашы жалпылдап, көзі жарқылдап, тістері сартылдап, қатты сасып, етегін басып, төстікті қуа жөнеледі. Төстік қашып келеді. Кемпір қуып келеді. Бір мезгілде тау қаңбақтай ұшады, тас бұршақтай жауады. Шал құйрықтың құйрығына қазандай қара тас орала кетеді. Шал құйрықтың шапқан салмағына шыдамай, қара жер қақ айырылып, шал құйрық пен ер төстік жер астына түсіп кетеді. Сол кезде шал құйрыққа тағы да тіл бітеді. Біз енді жер астына түстік. Бізге бұдан былай жер астының ел жолғады. Біраз жүрген соң жылан Бапы ханның ордасына келеміз. Жылан Бапы ханның ордасына келгенімізде
Мен алысқа қойып, өзің ордаға кіресің. Ордаға кіргенде есіңде болсын. Екі босағадан екі қара шұбар жылан сылдап тұра келеді. Олардан сескенуші болма. Жыландар Бапы ханның есігін күзеткен құлдары. Төр алдына бара бергеніңде екі сұр жылан ысылдап келеді де, екеуі екі жеңіңнен кіріп, қойныңнан шығады. Қойныңа кіріп, қоншыңнан шығады. Бұлар жылан Бапы ханның ұлы мен қызы. Төрге отыра бергеніңде, дәу екі сары жылан ысылдап тұра келеді. Одан да сескенбе. Бұлар жылан Бапы ханның өзі мен әйелі. Егерде бұлардан сескенсең, сені ертөстік демейді. Жер асты еліне қадіріміз болмайды. Жер үстіне жол тауып шыға алмай қаламыз. Дейді. Біраз жер жүрген соң, шалқұйрық айтқандай, жылан Бапы ханның ордасы көрінеді. Төстік шалқұйрықты анадай жерге қойып, сәлем беріп, үйге кіреді. Екі босағадағы екі қара шұбар жылан ысылдап тұра келеді. Төстік олардан сескенбейді. Төр алдына бара бергенде екі сұр жылан ысылдап келіп, төстіктің жеңінен кіріп, қойнынан шығады. Қойнынан кіріп, қонышынан шығады. Төстік олардан да сескенбейді. Төрге барып, отыра бергенде, төсектен екі дәу жылан ысылдап көтеріледі. Төстік олардан да сескенбейді. Төрге шығып, отыра береді. Бір мезгілде төсектегі екі сары жыланның бірі үлкен кісіге, бірі соның бәйбішесіне айналады. Жақсы келдің, ертөстік. Жер астындағы ел де сені ренжітпейді. Дейді. Екі сұр жыланның бірі әдемі жігіт, бірі әдемі қыз болып кетеді. Оларда. Жер үстінің ертөстігі, жер астына жақсы келдіңіз. Жер астының алыптары, өнерпаздары сенің шылауында болады. Дейді. Босағадағы екі қара жылан, екі қара құл болып кетеді. Төстіктің алдына келіп, қол қусырып тұрады. Төстік жылан Бапы ханның елінде ұзақ уақыт тұрады. Жылан Бапы ханның Темір хан деген араз ханы бар екен. Темір ханның қызын жылан Бапы хан сұрап, неше рет жіберсе де, Темір хан қызын бермей қойған екен. Жылан Бапы хан төстікті соған жұмсайды. Темір ханның қызын әкеп берсе, төстікке өз қызын беретін болып уәде береді. Төстік жылан Бапы ханға Темір ханның қызын әкеп бермек болып жолға шығады. Темір ханның елі 7 айлық жол екен. Төстік елсізбен келе жатса, алдында бір адам көрінеді. Бұл не қылған адам? Деп абайласа, әлгі адам ағаштың басында отырған екі сауысқанның құйрығын білдірмей жұлып алады да, білдірмеген бойы бірінің құйрығын біріне қондыра қояды. Сауысқандар мұны түк сезер емес. О, не қып жүрген жансың? Деп төстік қасына жетіп келеді. Жердің үстіндегі төстік жердің астына түсті дегенге, соған жолдас болайын деп жолын тосып жүрген адам едім. Дейді әлгі кісі. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді? Дейді төстік. Алғанда адамға сездірмейтін асқан епті едім. Жан жануарлардың сағы сауысқан болса, құйрықтарын ұрлап алып, бірінің құйрығын біріне кигізгенімді жаңағыдай сезбей қалады. Дейді ол. Жарайды. Ендеше сол іздеген төстігің мен боламын. Дейді төстік. Екеуі жолға шығады. Елсізбен келе жатса, жолдарында тағы бір адам көрінеді. Неғып жүрген адам деп байқаса, киіктерді матап жүрген адам екен. Екі аяғына байлап алған қазандай екі қара тасы бар. О, неғып жүрген жансың? Деп төстік қасына жетіп келеді. Осы тастармен жүріп, қашқан киіктерден ағып өтіп кетпей, дәл жетіп ұстаймын. Желаяқ деген жүрекпін. Дейді бұл адам. Жарайды. Ендеше осы іздеген төстігің мен боламын. Дейді төстік. Сөйтіп, үшеу болып жүріп кетеді. Бұлар келе жатса, бір талай күннен кейін елсізде тағы бір адам көрінеді. Не қылған адам екен деп байқаса, әлгі кісі жерге біресе оң құлағын төсеп, біресе сол құлағын төсеп, жер астынан бір нәрсені тыңдаған сияқты болады. О, неғып жүрген адамсың? Деп
үшеуі қасына жетіп келеді. Жердің үстіндегі ер төстік жердің астына түсті дегенге, соның жолдасы болайын деп жолын тосып жүрген адаммын. Дейді ол. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді? Деп сұрайды төстік. Жердің астының атақты тыңшысымын. Қандай жасырын әңгіме болса да тыңдап біліп аламын. Менен жасырын сыр болмайды. Алыстағыны, жақындағыны түгел естітетін саққұлақ деген ер мен боламын. Дейді ол. Жарайды. Ендеше іздеген төстігің мен боламын. Дейді ер төстік. Сөйтіп, төртеу болып жүріп кетеді. Бұлар елсіз түзде келе жатса алыста бір тау көрінеді. Ол таудың үстіне тағы бір тау шыққандай болады. Жақындап келіп қараса, бір адам тауды олай да көтеріп қояды, бұлай да көтеріп қояды. Бір тауды көтеріп, бір таудың үстіне қояды. Ой, неғып жүрген адамсың? Деп, төстік қасына жетіп келеді. Жер үстіндегі төстік жер астына түсті дегенге, соған жолдас болайын деп жолын тосып жүрген адаммын. Дейді ол кісі. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді? Деп сұрайды төстік. Жұрттан асқан алыппын. Жердің үстінде де, астында да маған шақ келетін адам жоқ. Қайратым ішіме сыймаған соң, тауларды көтеріп ермек қыламын. Тау соғар деген ермін. Дейді ол. Жарайды. Іздеген төстігің мен боламын. Дейді төстік. Бұлар бесеу болып жапан далада жүріп келе жатса, үлкен көл көрінеді. Көлдің суы айтқанша суалып, жоқ болып кетеді де, әдегенше шарасынан асып, ернеуі толып кетеді. Ер төстік жолдастарымен мұның мәнісін түсіне алмайды. Бұл су қайдан келіп, қайда кетіп жатыр деп айнала іздейді. Сөйтсе, қамыстың арасында біреу отыр. Көлдің суын ұрттап қалса, жоқ болады, аузынан төгіп жіберсе, шарасынан асып, су қайта толып кетеді. О, неғып отырған адамсың? Деп, төстік жанына жетіп келеді. Жердің үстіндегі төстік жер астына түсті деген соң, жолдас болып ерейін деп, жолын тосып жүрген адаммын. Дейді әлгі кісі. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар? Дейді ер төстік. Жер жаһанда бар нәрсенің мешкейімін. Маған бұл жалғанда тойым жоқ. Бір көлдің суы қарныма түк болмайды. Қанша үлкен дария болса да, бірақ ұрттаймын. Көл тауысар деген ер мен боламын. Дейді ол. Жарайды. Ендеше сол іздеген төстігің мен боламын. Дейді төстік. Алтау болып жүріп кетеді. Көп уақыт жол жүргеннен кейін, бұларға бір оба көрінеді. Жақындаса, обаның басында жалпиған бір адам отыр. О, неғып жүрген жансың? Дейді оған төстік. Жердің үстіндегі төстік жердің астына түскенін жылан бапы ханға келіп, оның қорқытқанынан қорықпастан төріне шыққанын, одан Темір ханның елін іздеп шыққанын, жолында жер астының өнерпаздарын жинап келе жатқанын көрген соң, соған жолдас болайын деп жолын тосып отырмын. Дейді. Төстікке жолдас боларлықтай қандай өнерің бар еді? Дейді төстік. Жер астының қырағасымын. Төстік, сенің не күйге ұшырағаныңның бәрін көріп отырмын. Бар өнерім қырағылық. Жердің асты үстінде менің көзіме қағыс жер жоқ. Қандай нәрсе болса да, анықтап қарасам, бәрін де көремін. Дейді бұл адам. Жарайды, ендеше менің жолдасым бол. Дейді төстік. Жетеу болып жүріп кетеді. Бұлар 7 ай жол жүріп, Темір хан елінің отырған жеріне келсе, Темір хан елінің жұрты төстіктің келе жатқанын естіп, көшіп кетіп қалған екен. Сақ құлақ тыңдап көрсе, адам аяғы баспас жерге қонып жатқан хабары естіледі. Қырағы көз жіберіп еді, 6 таудың ар жағында, 7 көлдің желкесіндегі жалпақ жартастың астына барып, тығылған екен. Таусоғар жолдағы тауларды орнынан алып, өшіріп қоя салады. Көл таусар, көлдерді ұрттап суалта салады. Ер төстік жолдастарымен көзді ашып жұмғанша, Темір ханның ауылына жетіп келеді. Бұлар келсе, Темір ханның қызын Кеше хан алмақ болып жатыр екен. Ер төстік келген соң, Темір хан екі жағына да кісі салып, Қызымды қайсысының өнері асса, соған беремін. деп хабар береді. Той қылып ел жинайды. Екі жақтың өнерін көруге жер астының қалың жұртының бәрі жиналады. Кеше ханның қалың малға әкелген қора-қора қойының, қатарлы түйесінің,
Ер жылқысының бәрі де тойға сойылады. Ертөстік жолдастарымен бір үйде отырады. Бұларды тойғызамын деп қанша ет әкелсе де жетпейді. Тойға арналған тамақтың бәрін де көлтауысар жеп қояды. Тіпті тойғыза алмайтын болған соң, Темірхан мен Кешехан бірігіп бір амал табады. Төстіктердің тамағына у салып бермек болады. Саққұлақ мұны естіп отырады да төстікке айтады. Төстік ашуланып, тамақты кері қайтарады. Төстіктердің табағына салынған уды білдірместен Кешеханның нөкерлерінің табағына салып жібереді. Кешеханның нөкерлері қырылып қалады. Бұдан жеңілген соң Темірхан ат шабысына түседі. Өзінің бар жүйрігін бәйгеге қосады. Ертөстік шалқұйрықты даярлайды. Қарақшының түбіне келген соң, шалқұйрыққа тіл бітеді. Егер атты өте алыс қайдаса, менің шабысым да өте жылдам болады. 3 күн шапсам, бүйірім қызып, өзімді тоқтатуға шамам келмей, кетіп қалуым мүмкін. Мен келе жатқанда алдымнан арқан керіп қой. Арқан 3 қабат болсын. 1 қабаты кендірден болсын. 3 қабат арқанның 3-еуі де үзілсе, мен саған жоқпын. Ағынымды тоқтата алмай кеткенім, 3-еуі де үзілмесе, мен жығылып өлемін. Онда саған да жоқпын. Егер арқан жартылай үзілсе, мен тоқтаймын. Жығылып қалсам да, жаным қайтадан кіреді. Күдер үзбе. Дейді. Ертөстіктің жалғыз шолағы бір жерде зорығып қалсын. Деп, Темірхан атты бір жетілік жерге айдатады. Балуан күресі басталады. Таусоғарға балуан шақ келмейді. Жер астының алыптарының бәрі жығылып бітеді. Күресуге кісі шықпаған соң, таусоғар бір тауды көтеріп алып, жұртқа күшін көрсетеді. Темірхан мен Кешехан қатты сасып, Тауды біз жаққа қоя көрмесін, деп төстікке жалынады. Төстік тауды орнына қойғызады. Бір жеті өткен соң, бәйге аттары қайтып оралады. Жұрт қарақшының түбінен аттарын күтеді. Бір мезгілде алыстан бір шаң көрінеді. Шаңның ішінен жақындай келе бір қара көрінеді. Шалқұйрық екенін танып, ертөстік 3 қабат арқан кереді. Шалқұйрық құйынша заулаған бетімен арқанға келіп жоқ болады. Қараса шалқұйрық жығылған екен. Арқаның 2 қабаты үзіліп, 1 қабаты қалған екен. Шалқұйрық талып түседі. Сонда төстік: Сорғұдықтың басына сорға бола қонды әкем. Жанынан қорқып кемпірге егеуімді берді әкем. Жүретұғын жолымда құлан өтпес жол болды, асқар тауменен шексіз дария көл болды. Қулық бие құлыны, алтаяқты аланы, жарамайды жабы деп міндірмеген кенжекей. Кәрі бие құлыны, жетаяқты жиренді, жарамайтын жабы деп міндірмеген кенжекей. Сан жорған алмаған, ер аты деп таңдаған, айыл тұрман әбзелін ертеден қамдап сайлаған. Кенжекей сынды арудың қалмасын деп көңілі, міндім сені шалқұйрық. Жалғыз өзім қосартып, жапан түзге жол артып, жалмауызға шыққанда тіл бітті саған шалқұйрық. Жалмауызға келгенде, егеуді ала бергенде, бетегеден биіктеп, аласарып жусаннан ептейлендің шалқұйрық. Егеуді ала қашқанда, жалмауыздан сасқанда, таулар ұшып қаңбақтай, тасып орап бұршақтай, қазандай дәу қара тас құйрығыңа оралып, жерге де кірдің шалқұйрық. Жылан бапы жеріне, жер астының еліне шыға келген мезгілде, тіл бітіп саған шалқұйрық, жөн білдірдің еріңе. Жаяуымда қанат болған шалқұйрық, жалғызымда жолдас болған шалқұйрық, сасқанымда ақылым болған шалқұйрық. 3 жаның бар еді, 2-і шықса да бірі қалған шығар. Тұр шалқұйрық, тіріл шалқұйрық, депті. Сол уақытта шалқұйрыққа жан бітіп, оқыранып түрегеледі. Басқа аттар бірнеше күннен кейін келеді. Темірхан мен Кешехан балуан және ат бәйгесінен жеңіліп, не қыларын білмей сасады. Енді жаяу жарыс салып көрейік, дейді. Жаяу жарысты 1 күндік жерден жібермек болады. Ертөстік жел аяқты қосады. Жүріктер 1 күн жүріп барып, барған жеріне қонып, ертеңіне ертемен жарысып қайтпақ болады. Темірхан жарысқандардың ішіне
бір мыстан кемпірді қоса жіберген екен. Барып қонған жерінде сол мыстан жел аяққа: Шырағым, шаршадың ғой, басының бетін қарап берейін. Деміңді алып ұйықта, жарысарда өзім оятамын. деп оны алдап ұйықтатып тастайды. Желаяқ мыстан кемпірдің сөзінен анып, қаннен қаперсіз ұйықтап жата береді. Бір мезгілде оянса, шекесінен күн өтіп барады. Түс болып қалған екен. Желаяқтар әлде қашан кетіп қалыпты. Кемпірдің алдағанын біліп, желаяқ санын бір-ақ соғып, тұра жүгіреді. Жерден бір уыс топырақты ала жөнеледі. Құстай ұшып, құйындай зымырап келе жатса, жаяулар да қазықшаға жақындап қалған екен. Ең алдында мыстан кемпір бара жатыр екен. Желаяқ өте беріп, уысындағы топырақты кемпірдің көзіне шашып кетеді. Алдағана көкшешек-ай, мықтадың-ау, деп кемпір көзін уқалап қала береді. Сөйтіп жаяу бәйгеде де ер төстік жеңеді. Темірхан енді қайтадан той жасап, қызын жылан Бапы-ханға ұзатпақ болады. Темірханның ернеуі 40 құлаш үлкен қазаны терең көлге түсіп кеткен екен. Нағыз ер болса, соны алып берсін, деп ол ер төстікке кісі салады. Көлдің суын құрт. деп төстік көлтауысарды жұмсап еді. Қанша ұрттаса да, көлдің суы көлтауысардың ортына симайды. Судың 3-тен 1 қалғанда, көл жұтардың орты суға толып бітеді. Сонда шалқұйрыққа тіл бітіп: Қазанды мен сүңгіп алып шығамын. деп рұқсат сұрайды. Ер төстік рұқсат етеді. Шалқұйрық: Мен суға сүңгігенде ақ көбік шықса жақсы болғаны. Қуана бер, аман есен қазанды алып шыққаным. Қызыл көбік көрінсе жаман болғаны. Алып шыға алмай, су астында қалып қойғаным. дейді. Шалқұйрық суға сүңгіп кетеді. Көпке дейін еш нәрсе білінбейді. Бір мезгілде ақ көбік көрінеді. Ер төстік қуанады. Оның артынан ұзамай қызыл көбік көрінеді. Ер төстік шошынып зарлана бастайды. Сорғұдықтың басына сорға бола қонды әкем. Жанынан қорқып жалмауызға екеуімді берді әкем. Жүретұғын жолымда құлан өтпес жол болды. Асқар тауменен шексіз дария көл болды. Қулық бие құлыны, алтаяқты аланы, жарамайды жабы деп міндірмеген кенжекей. Кәрі бие құлыны, жеті аяқты жиренді, жарамайтын жабы деп міндірмеген кенжекей. Сан жорғаны алмаған, ер аты деп таңдаған, айыл тұрман әбзелін ертеден қамдап сайлаған. Кенжекей сынды арудың қалмасын деп көңілі, жалғыз өзім қосартып міндім сені, шалқұйрық. Жапан түзге жол тартып, жалмауызға шыққанда, тіл бітті саған, шалқұйрық. Жалмауызға келгенде, егеуді ала бергенде, бетегеден биіктеп, аласырып жусаннан ептейлендің, шалқұйрық. Егеуді ала қашқанда, жалмауыздан сасқанда, таулар ұшып қаңбақтай, тасы борап бұршақтай, қазандай дәу қара тас, құйрығыңа оралып, жерге кірдің, шалқұйрық. Жылан Бапы жеріне, жер астының еліне, шыға қалған мезгілде, тіл бітіп саған, шалқұйрық, жөн білдірдің еріңе. Жаяуымда қанат болған, шалқұйрық, жалғызымда жолдас болған, шалқұйрық, сасқанда ақыл болған, шалқұйрық. Үш жаныңның не бірі аман шығар, шалқұйрық. Су астынан шық, шалқұйрық. дейді. Ер төстік зарланып тұрғанда, шалқұйрық дәу қара қазанды құйрығына байлап су үстіне шыға келеді. Шалқұйрыққа тіл бітіп сөйлейді. Су өте терең екен. Түбіне зорға жеттім. Қазанды зорға таптым. Сонда ақ көбік шықты. Қазанды көтеріп шығу қиын болды. Тістеп едім, шығара алмадым. Сонда қызыл көбік шықты. Құйрығымды ұзартып, қазанды байлап алып, зорға шықтым. дейді. Шалқұйрықтың аман есен шыққанына Темірхан елі қатты күйіністі. Темірхан ер төстіктерге арнап үлкен сарай салдырып, құдаларды сонда кіргізді. Құдалардың кіруі-ақ мұң екен. Есік сарт етіп жабылып қалды. Сарай тұтас темірден салынған екен. Аузын мықтап қоптап тастап, сыртынан тау-тау қылып, отын үйеді де, от жағып өртей бастайды. Сарай қызуға айналды.
Сарай ішіндегі төстік жолдастарымен күйетін болды. Тау көшірер орнынан тұрады да, сарайдың есігін теуіп жібереді. Есік шалқасынан түседі. Көл жұтардың бір ортында бір көлдің су бар екен. Бүркіп жібергенде, айналасындағы өрттің бәрін сөндіріп тастайды. Темір хан мен Кеше ханның айласы әбден құриды. Ер төстікке қызын қосып беріп, Жылан Бапы ханның еліне қарай шығарып салады. Сөйтіп, ер төстік Жылан Бапы ханға қайтады. Қайтып келе жатқанда, жолдан ерген 6 жолдастарының бәрі де өздерінің кездескен жерлерінен әрі жүрмейді. Бұдан әрі баруға біздерге жол жоқ деп, олар ер төстікпен қоштасып қала береді. Ұзақ жүріп ер төстік Жылан Бапы ханның еліне келеді. Айтқанын істеп келген соң, ол ер төстікке өте риза болып, өзінің қызын береді және төстіктен не қалайтынын сұрайды. Төстік: Жер үстіне шығамын, еліме қайтқым келеді, дейді. Жылан Бапы хан төстіктің тілегін орындап, қызын беріп, және жанына қаншама жолдас қосып беріп, жер үстіне шығатын есікке қарай шығарып салып, қош айтысып қала береді. Жер үстіне шығатын есікке дейін 6 айлық жол екен. Жолдың ауырлығына шыдамай, Жылан Бапы ханның қызы және жолдастарының бәрі қырылып қалады. Күнке деген бір күңі мен Шалқұйрық, ер төстік үшеуі аман қалады. Үшеуі шаршап бір бұлақтың басына келіп жатады. Бұлақтың басында бір үлкен бәйтерек тұрады. Бір мезгілде сол бәйтеректің басынан шуылдаған ащы дауыс естіледі. Қараса, шуылдаған балапандар болып шықты. Бұларды жеуге бір айдаһар жоғары өрмелеп бара жатыр екен. Ер төстік садағын алады да, өрмелеп бара жатқан айдаһардың екі көзінің арасынан дәлдеп тартып қалады. Айдаһар жерге сылқ ете түседі. Айдаһардың жерге құлап қалғанын көрген соң, балапандар шуылын тоқтатады. Ер төстік жайланып, ұйқыға кіріседі. Ер төстік бір дауыстан шошып оянса, қатты дауыл тұрған екен. Дауылдың артынан бұршақ аралас жаңбыр жауады. Жаңбырмен қабат суылдаған дауыс естіледі. Соның артынан ұзамай-ақ бір дәу қара құс көрінеді. Дәу қара құс суылдаған бетімен бәйтерекке келіп қонғанда, бәйтерек майысып, сынып қала жаздайды. Бұл дәу қара құс самұрық екен. Самұрықтың үлкендігі сондай, жай жібергенде бір қанатының өзі бір айлық жерді алып кетеді екен. Қонысымен самұрық бәйтеректің түбіндегі ер төстікті біруге тап береді. Бірақ балапандары шыр-шыр еткен соң тоқтайды. Самұрықтың екі басы бар. Бір басы адамдыкіндей, бір басы құстыкіндей екен. Самұрықтың адам басы төстікке тіл қатады. Ей адам, бұл жерге не жұмыспен келдің? Менің балапандарымды аулай келдің бе? Бұл жерді адам басқан емес. Бұл менің мекенім. Оған ер төстік: Мен жер үстінің ер төстік едім. Сенің мекеніңе адасып келдім. Балапандарыңа қасты ойлаған жоқпын. Ана жатқан айдаһардан айырып алдым. Сенбесең, өздерінен сұра, дейді. Балапандар ер төстіктің көрсеткен жақсылығын жасырмай айтып береді. Сол арада алып қара құс ер төстіктің аяғына жығылып, онымен айырылмас дос болады. Алып қара құс жылына бір-ақ рет балапандайды екен. Содан кейін балапандарына жем іздеп, алысқа кетіп, бір айда бір-ақ қайтуға мұршасы келіп жүреді екен. Алып қара құстың сол кеткен аңдып жүріп, сол маңдағы бір айдаһар жыл сайын балапандарын жеп кетеді екен. Алып қара құс содан запы болып, қайтқанда осылай жылап қайтады екен. Бағанағы дауыл асығып ұшқанда, алып құстың қанатынан тұрған жел екен. Жаңбыр соның жылаған көзінің жасы екен. Өзі жем іздеген сапарынан қайтқанда, балапандарын аман көргені осы жолақ екен. Алып қара құс ер төстікпен дос болған соң: Не қалайсың? деп сұрайды. Ер төстік басынан кешкен әңгімесінің бәрін айта келіп, адасып жүргенін, енді жер үстіне шыққысы келетінін айтады. Алып қара құс ер төстікті қанатына мінгізіп ұшып, тар тесіктен өткізіп, жер үстіне шығарады. Қоштасарында төстікке бір тал қауырсынын үзіп береді. Денемдегі ерекше қасиеті бар жалғыз тал қауырсыным осы еді. Қысылған жерінде осы қаусарынды тұтатсаң, даяр боламын. Қандай қысымшылықта болсаң да құтқарып аламын. Егер де оны
жоғалтып алсаң, менен жәрдем күтпе. дейді. Жер үстіне шыққан соң ер төстік күннің қызуына балқып, ауыр ұйқыға кетеді. Еш нәрседен қауіпсіз жата береді. Ер төстікті жалмауыз кемпір ұстай алмай қалған соң, перінің қызы Бекторы ашуланып, кемпірді буындырып өлтірген екен. Кемпірден Шойынқұлақ деген бала қалған екен. Бекторы оған ер төстіктің шығар жерін күзеттіріп қояды. Ер төстік жер астында қалмайды. Қашан болсын жердің бетіне әйтеуір бір шығады. Сол шыққанын аңдып отырып, ұстап ал. Егер ұсталмай қалсаң, менен жақсылық күтпе. дейді. Шойынқұлақ содан бері ер төстікті күзетумен болған екен. Жер үстіне шығып, ұйықтап жатқан төстікті ұстап, қол аяғын байлап алып, Бекторыға әкеліп береді. Ер төстікті терең зынданға салып тастайды да, күңкені Шойынқұлаққа қосады. Шал құйрықты бекітіп ұстайды. Сонымен ер төстік ұзақ уақыт зынданда қалып қояды. Шойынқұлақтан жүкті болып, күңке бір бала тауып алады. Шойынқұлақ шал құйрықты мініп аң аулайды. Шал құйрықты бекітуге тұсау шақ келмейді. Бір күні Шойынқұлақ аңнан қайтып, шал құйрыққа тұсау таба алмаған соң, оны өзінің қырық құлаш қайыс белбеуімен ұстайды. Қайыс белбеудің бір жағы шешіліп кетеді. Аяғы босаған соң шал құйрық шауып отырып, төстік жатқан құдықтың басына келіп, тұяғымен жер тарпып тұрады. Сөйткенде белбеу ер төстіктің жатқан құдығына түсіп кетеді. Белбеуінде Шойынқұлақтың шақпағы бар екен. Төстік сол шақпақпен алып қара құс берген қауырсынды тұтатады. Қауырсын тұтасымен ақ алып қара құс жетіп келеді. Қанатына мінгізіп құдықтан шығарады. Қол аяғын шешіп береді. Қолымнан келген жақсылығым осы, досым. Шойынқұлаққа әлім келмейді. Себебі оны жаны өзінде болмайды. Ол жанын ешкімге білдірмей, өзінен бөлек бір жерде сақтайды. Қайтсен де соның жанын тауып ал. Жанын таппасаң құтыла алмайсың. дейді де, қоштасып кете қалады. Төстік шал құйрыққа мініп, Шойынқұлақтың үйіне келеді. Келсе, Шойынқұлақ шал құйрықты іздеп кеткен екен. Күңке төстікпен жылап көріседі. Көрген қорлықтарына мұңын шағып, Шойынқұлақтан құтқар деп жалынады. Ер төстік күңкеден Шойынқұлақтың сырын түгел сұрап біледі. Шойынқұлақ баласын өте қатты жақсы көреді екен. Баласынан аяйтыны болмайды екен. Соны білгеннен кейін төстік күңкеге мынаны айтады. Кешке Шойынқұлақ келеді. Келгеннен кейін тамаққа әбден тойғызып жатқыз. Көзі ұйқыға бара берген кезде баланы қайта-қайта шымшып жылата бер. Шойынқұлақ: бала неге жылайды десе, балаң: мен Шойынқұлақтың баласы емес, ер төстіктің баласы болсам керек. Егер Шойынқұлақ менің нағыз әкем болатын болса, жанымды жанына қосқызып қояр еді. Жанының қайда екенін маған әлі күнге дейін айтпай жасырып жүр. Ер төстік болса, әлде қашан жанының қайда екенін айтып берер еді. Деп жатыр де, жылата бер. Жылаған сайын неге жылайды деп сұраса, осы сөзді айта бер. Басқа еш нәрсе айтпа. дейді. Сөйтеді де, ер төстік баланың бесігінің астын қазып алып, жасырынып жатады. Кешке Шойынқұлақ келеді. Ер төстік айтқандай, күңке оны тамаққа тойғызып жатқызады. Жатқан соң баланы жылата бастайды. Баланы әлдилеп уатқан болып отырып, шымшып жылата береді. Шойынқұлақ: Күңке, баланы уат. деп ақырады. Күңке уатқан болып, баланы одан сайын жылатады. Бала жылай берген соң, Шойынқұлақ: Балам неге жылайды? Сұрашы. дейді. Күңке баланың жылағанын сұраған болып, Шойынқұлаққа жауап қайтарады. Балаң, мен Шойынқұлақтың баласы емес, ер төстіктің баласы болсам керек. Егер Шойынқұлақ менің әкем болса, жанымды өз жанына қосқызып қояр еді. Қосу былай тұрсын, жанының қайда екенін де маған әлі күнге дейін айтпай жүр. Ер төстік болса, жанының қайда екенін әлде қашан айтып берер еді. Соған жылаймын дейді. Деп, Шойынқұлақты сендірген. Балам бұлшындамасын. Оның әкесі төстік емес. Мен, оған менің жаным керек болса, оңаша жерде айтып беремін. Дейді Шойынқұлақ. Сөйтеді де, күңкені үйден шығарып жібереді. Шойынқұлақ баласының бесігіне келіп, құлағына сыбырлап, жанының қайда екенін айтады. Жаным алыста. Өзіммен бірге сақтамаймын. Борықты бұлақтың басында 40 елік жүреді.
соның ішінде қайқы қаракерелік бар. Қайқы қаракереліктің ішінде 9 қара сандық бар. Сол сандықтың ең кішісінің ішінде 9 балапан бар. Сол 9 менің жаным болады. Осыны біліп қой. Жаның кеудеңе сыймай бара жатса, соған апарып қоса сал. Бірақ өзіңнен басқа жан сезуші болмасын. Егер сезуші болса, сен де, мен де тірі болмаймыз. дейді. Содан кейін ол орнына барып жатып қалады. Шойынқұлақтың жанының қайда екенін біліп алғаннан кейін, төстік салып отырып, борықты бұлақтың басына келеді. Еліктердің су ішетін суатын аңдып, жасырынып жатады. Күн шаңқай түс болған мезгілде, қырық елік, борықты бұлақ қайдасың деп желіп келе жатып, суатқа жақындаған кезде, осқырынып тұра қалып қайта жөнеледі. Күн ысыған сайын еліктер суға беттеп келеді де, жақындаған мезгілде осқырынып, тұра қалып, жалт беріп қайта жөнеледі. Ұзап кетеді де, шөлге шыдамай суға қайта қойсады. Бірақ суытқа жақындамайды. Үркіп, осқырынып тұра қалады. Әлден уақытта еліктер бір-бірімен сөйлесе бастайды. Біреуі, Су басында бөтен бір иіс бар. дейді. Енді біреуі, Адам иісі секілді. дейді. Тағы бірі, Шойынқұлаққа қастық ойлаған біреу шығар. дейді. Әсіресе қайқы қаракер елік өзгесінен оқшау, артында жүреді. Еліктер әлгідей сөзге келгенде, ол қаша жөнеледі. Сонда ер төстік үн беріп, мынаны айтады. Жан серігім қырық елік, жаным сенде қырық елік, жан сақтаған қайқы қара, шошытқан сені кім келіп? Суың тұнық бұлғанбаған, қашасыңдар неден жеріп? Төстік ерді олжаладым, қатынын құшып, атым мініп. Шоштып алдым сендерді, адам иісі содан сіңіп, қайтуға көріп жанымды, жаңа келдім қолым тиіп. Жалғыз ұлым жаны да кеудесіне тұрмай сыйып. Қосқыза соны жіберді, жан сақтаған қайқелік, жасымнан болдың жан серік. Судың ішіп тұнығын, шөптен таңдап соны же, адам иісі шығат деп, менен үркіп жеріме. Өзім аман тұрғанда, кім келмекші жеріме? дейді. Еліктер сонда да сенбей, осқырынып, одырайып тұрсады. Сонда төстік. Осы айтқаныма сенбестен, қашасыңдар бермей жанымды, айыра алмай дауысты, сындырасыңдар сағымды. Жолдас болған сендермен, шойын атым құрысын, қара ала тұйғын келген соң, жырттырмасам таңыңды, судай шашып қаныңды. дейді. Сонда еліктер қашпай, суды жағалай бастайды. Шойынқұлақтың бойын көрмеген соң, бұрынғыдай етене болып жақындамайды. Төстік те оларға бойын көрсете алмайды. Еліктер сенерін де, сенбесін де білмей, байқай келіп, суаттан жапырласып, су ішуге бас қояды. Арт жағынан қайқы қара елік те суға бас қояды. Еліктер әбден шөлдеп қалған екен. Суға тойып, қарындарын қампитып, қайқайып шыға береді. Әсіресе қайқы қараның қарны жер сызып, суаттан бұрыла берген кезде, төстік қарнынан дәл көздеп садықты тартып қалады. Қарны ақтарылып, 9 қара сандық жерге сау ете түседі. Ең кішісін ұстап алып, төстік ашып жіберсе, іші толған балапан. Шүпір етеді. Санап жіберсе 9 балапан екен. 8-інің мойнын жұлып алып, Шойынқұлақты шала жансарында бір көрейін деп, соның үйіне тартады. Шойынқұлақтың үйіне жақындағанда, күнге алдынан шығады. Шойынқұлақ қалай? деп сұрайды ер төстік. Шойынқұлақ әлсіреп жатыр, дейді күнге. Келсе, Шойынқұлақтың кірпігі зорға қимылдайды. Болар болмас қана демін алып жатыр екен. Батыр қалайсың деп, ер төстік мазақтап жақындай бергенде, Шойынқұлақтың қолы ер төстіктің жағасына сап ете қалады. Екеуі алса кетеді. Төстік, оп-оңай жерге жаншып тастаймын ғой деп ойлап еді, Шойынқұлақ әл бермейді. Енді біраз алысқан соң Шойынқұлақтың күшейіп бара жатқандығы байқалады. Төстік буынып қара терге түсіп, әлі кетіп бара жатады. Төбесінен тау басқандай денесін темір торға шырмағандай болып көрінеді. Сол мезгілде төстік күнкеге жалынады. Жылан бапы жерінен, жер астының елінен, жалғызақ ерген жолдасым күнке,
төстігіңнен айырылып, шойынқұлақ қолында тұтқын болған күнке, киюге киім, жеуге тамақ таппай, өмірін қорлықпен өткізген күнке, төстігің жаман қысылып, жан шығуға ұсынды. Жетсеңші, жылдам жетсеңші, қорқақтап қашып кетпеші. Қойныма қолың салсаңшы, сандық бар, жылдам алсаңшы. Балапан басын жұлсаңшы, сөйтіп бір ерлік қылсаңшы. Деп зарланады. Күнге жүгіріп келіп, төстіктің қойнындағы сандықты жұлып алып, ашып жібереді. Қараса балапандар жыбырлап, көбейіп қалған екен. Мойындарын жұлып алғанда, шойынқұлақ сылқ етіп құлай кетеді. Төстіктің сандықпен қойнына салып әкелген бір балапаны 8 балапан болып қалыпты. Енді біреу өлтірілсе, шойынқұлақ мүлдем әл бермей кетпек екен. Балапандардың мойны түгел жұлынған соң, шойынқұлақ та өліп қалыпты. Шойынқұлақты өлтіріп, демін алып отырса, шойынқұлақтың баласы бесігін шықыр-шықыр еткізіп, бірдеңе деп сөйлеп жатады. Төстік құлақ салып тыңдаса, «Қап бәлем, төстік, саған қылмасам, әкем шойынқұлақтың құнын алмасам», деп шіреніп қояды. Сол арада төстік оның қол аяғын байлап, бесік месігімен суға тастап жібереді. Сөйтіп, бекторының жалмауызынан әбден құтылып алады да, ер төстік елін іздейді. Ер төстіктің жер астынан түскеніне көп жыл өткен болатын. Ер төстік жалмауыздың қолында қалды деп, елі мүлдем күдер үзген еді. Жалғыз ғана кенжекей, ер төстік бір келер деп, үмітін үзбейді. Құба інген қашан боталар екен, ер төстіктің не өлген хабары, не келген хабары қашан білінер екен деп, соны күтумен болады. Бір күні кенжекей ертемен тұрса, құба інген жоқ. Бошалап кетсе игеді деп, кенжекейдің жүрегі су ете қалады. Жан-жақтан жүгіріп, құба інгенді іздейді. Іздеп жүріп, желі толған түйеден артайын деп ер қосын. Таңдап талған құба інген, арнап талған құба інген. Алыс жолға ер төстік, шыққан күні құба інген, не келгенде, не өлгенде, боталауға серт қылып, сөз байлабең менімен. Ерте тұрып желіден, жүріп те кеттің құба інген. Әлде бір хабар төстіктен, біліп кеттің құба інген. Төстік ердің өлгенін, өлмесе қайтып келгенін, білдірші енді құба інген. Дамыл көрмей қаншадан, қайғы басып шаршаған, қам көңілді тындырша, енді міне құба інген. Деп зарлайды. Сол мезгілде беліндегі орамалы шешіліп, аяғына оралып әуре қылады. Сертпен тартып ораған, торғын белден босайсың, аяқты орап шаршаған, жүргізбейсің, тұсайсың. Әлде бір хабар төстіктен, білгенге бүгін ұқсайсың. Деп зарлап жүреді. Құба інген бір сайда боталайын деп жатыр екен. Ар жағынан ақсақ боз атқа мінген бір ақсақалды шал көрінеді. Құба інген боталап жатқанда, кенжекейдің беліндегі торғын орамалы да шыр айнала тарқатылып жазыла береді. Кенжекей енді ер төстік өлген екен, тірі болса әлде қашан бір хабары болар еді деп ойлап зарлана бастайды. Ақшелек келгір құба інген, серттескен едің менімен, төстік ер қайтып келген күн, немесе төстік өлген күн. Белгі беріп бірінен боталармын дегенсің. Қаншама жыл өтсе де, өмірім өтіп кетсе де, үміт үзбей төстіктен бір келер деп жүредім. Төрт аяқты көсіліп, тұла бойың есіліп, боталапсың құба інген. Нені біліп есіріп, келуінен хабар жоқ. Шамасы төстік өлгені. Серттескен торғын орамал, орай будым белімді. Келмесе төстік кешігіп, шешілмеске бердің сертіңді. Төстіктен әлі хабар жоқ, сусисың белден шешіліп. Туралғандай бырт-бырт кесіліп, шамасы төстік өлгені. Деп жылап отырады. Ақсақалды шалдың астындағы ақбозат ат кісінеп қоя береді. Кенжекей аттың кісінеген даусынан оның шал құйрық екенін таниды. Кенжекей мен құба інген екеуін ер төстік таниды. Сол арада амандасып, мәз болып қалсады. Бәрі де баяғы айырылған күндегі қалыптарына келіп, қайтадан жасарады. Ер төстік жас жігіт, кенжекей жаңа түскен келіншек. Шал құйрық бесті ат қалпына келеді. Бұдан кейін олар ұзақ жылдар өмір сүріп, мақсаттарына жетеді.